Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен осындай өте дәмді, жұп-жұмсақ, өте нәзік, аузыңызда еритін ерекше дәмді сүтті қыз торты, яғни молочная девочка тортының жасалу жолымен бөлісетін боламын. Бұл рецепт әрине оригинал рецепт, сондықтан видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, YouTube арнама жазылып алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін бізге керегі және бөлме температурасындағы сары май, жұмыртқа, қоюлатылған сүт, яғни сгущенка және де ұн мен разрыхлитель керек болады. Ең бірінші жұмыртқамызды осылай ыдысымызға салып аламыз. Үстінен бөлме температурасындағы еріп тұрған сары майымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Жұмыртқамен толықтай араласуы керек. Енді үстіне қоюлатылған сүтімізді, яғни сгущенкамызды салып, тағы да миксерлейміз. Достар, барлығын толық миксерлеп алдық, араласты. Енді үстіне құрғақ заттарымызды саламыз. Ең бірінші ұнымыз бен разрыхлителімізді осылай құрғақ күйінде араластырып аламыз. Бір-бірімен араласуы керек. Әбден араластырып болғаннан кейін жаңағы қоспамыздың үстіне салып, тағы да миксерлейміз. Достар, енді миксермен араластырмас бұрын миксердің басымен осылай қолмен сәл араластырып аламыз. Себебі жаңа құрғақ ұнымыз шетіне шашырап кетпес үшін. Енді миксермен араластырамыз. Жақсылап араластырамыз. Барлығы толықтай араласуы керек. Арасында ешқандай комок, ештеңе қалып қалмауы керек. Достар, барлығы миксерлеп алдық, дайын болды. Енді пергамент қағазымызды дайындап аламыз. Мен осылай 24 см етіп қиып алдым. Енді осының үстіне қамырымызды жаңағы осылай жағып шығамыз. Видеода көрсетілгендей осы қасықтың көмегімен шетіне шығармай бір елгі етіп жағамыз. Достар, барлығын осылай шеңберден шығармай, барлығын осылай қамырымызды жағып шығамыз. Енді осы жағып дайындап алған қамырымызды 5-7 минутқа алдын ала қызып тұрған пеште 180 градусқа пісіреміз. Енді қамырымыз толықтай пісіп болғанша біз арасында кремімізді дайындаймыз. Сол үшін бізге керегі сливки, творожный сыр, сахарный пудра керек болады. Мен қолданатын сливки мен творожный сырдың суреті суреттегідей. Ең бірінші сливки, творожный сырымызды саламыз. Үстіне сахарный пудрамызды қосып, жақсылап тұрып миксерлейміз. Барлық керекті ингредиенттердің, керекті заттардың көлемі видеоның төмен жағында описание бөлімінде жазылған, сол жерден көрсеңіздер болады. Жақсылап миксерлеп аламыз барлығын. Сахарный пудрамен және творожный сырымыз толықтай араласуы керек, комок қалмауы керек арасында. Достар, араластырып алдық. Енді үстіне өлшенген сливкимізді құйып, тағы да миксерлейміз. Достар, осылай барлығын миксерлеп араластырып аламыз.
кремнің толық дайын болғанын білу үшін жаңағы креміміз әбден миксерленіп болғаннан кейін ыдысымызды төңкерген кезде ыдысымыздан түспеуі керек. Мінекей достар, тура осылай дайын болғанын білеміз. Мінекей достар, ол аралықта біздің күлшелеріміз де дайын болды. Барлығын бірдей толықтай суытып алуымыз керек. Әбден суығаннан кейін, толықтай суығаннан кейін арасына кремімізді жағып, тортымызды жинауды бастаймыз. Енді біз тортымызды жинамас бұрын осылай ең астыңғы бөлігіне міндетті түрде сәл ғана крем жағуымыз керек. Себебі бұл дегеніміз тортымыз сырғып түсіп кетпес үшін, жылжымас үшін. Мінекей достар, осылай тортымызды жинауды бастаймыз. Ең астыңғы бөлігіне сәл қоңырланып піскен бөлігін күлшемізді салып жіберсеңіздер, қойып жіберсеңіздер болады. Мінекей достар, барлығына бір келкі етіп толықтай жағып шығамыз. Осылай арнайы кондитерлік құралдың көмегімен немесе басқа да құралдардың көмегімен бетін тегістеп шықсаңыздар болады. Келесі бөлігімізді қоямыз. Тағы да тура солай кремімізді жағып тегістейміз. Мінекей достар, барлық күлшемізді жинап болып қалдық. Енді ең үстіңгі бөлігін қойдық. Бұл үстіңгі бөлігіне кремімізді сәл қалыңырақ жағамыз. Себебі астыңғы бөлігі жаңағы қоңыр астыңғы күлшеміздің түсі көрінбеуі керек. Мінекей достар, енді шеткі бөлігіне де тура осылай жағып шығамыз. Негізінде молочная девочка тортында, яғни сүтті қыз тортында осындай шеткі бөліктері қоңырланып, ішіндегі күлшесі көрініп тұрады. Мінекей достар, барлығын тегістеп аламыз. Мінекей тортымыздың жан-жағын барлығын бірдей етіп тегістеп алдық. Енді әсемдеуге көшеміз. Енді жан-жағына, тек қана жан-жағына, шет-шетіне осылай вафлидің үгінділерін жабыстырамыз, осылай жағамыз. Мінекей достар, жан-жағына, шет-шетіне барлығына бір келкі етіп, осындай үгінділерді жабыстырып жағып алдық. Енді ары қарай тағы да әсемдеуге көшеміз. Енді арнайы кондитерлік қалташаның және де арнайы кондитерлік насатканың көмегімен осындай гүлдер жасаймыз. Әрине, әсемдеу сіздің өзіңіздің фантазияңызға, өзіңіздің қиялыңызға байланысты жасасаңыз болады. Мінекей енді үстіне мен кивимен жаңа құлпынайды қойып шықтым. Барлық жеріне бірдей. Шие қойсаңыздар да барлығын өзіңіздің еркіңіз бойынша әсемдесеңіз болады.
Неге достар, біздің әсемдеуіміз аяқталды. Енді тортымызды кесіп көреміз. Өте жұмсақ, өте нәзік болып дайындалған. Мінекей қарасаңыздар, өте нәзік, аузыңызда еритін ерекше дәмді сүтті құс тортымыз, яғни молочная девочка тортымыз дайын болды. Осы рецепт арқылы міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.